Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Ontustik телеарнасында сот және қоғам бағдарламасы. Сіздермен бірге бағдарлама жүргізушісі мен Қабыл Дүйсенби. Бүгінгі тақырып Дауды шешудің ең тиімді тәсілі медиация. Алдымен көрермендерді студияға келген қонақтармен таныстырып өтейін. Шымкент қалалық сотының судьясы Нұрлан Биболов. Шымкент қаласының Әділет департаменті басшысының орынбасары Айнұр Исабекова. Республикалық медиаторлар қауымдастығының президенті, Халық медиаторы газетінің директоры Нұрбала Оразқұлова. Шымкент қаласының ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі басқармасының ақпараттық коммуникациялық орталығының директоры Нұрбол Орымбаев. Өздеріңізге белгілі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев былтырғы Қазақстан халқына жолдауында 10 жылдай уақыт бұрын біз медиация туралы заң қабылдадық. Бірақ бірде-бір мемлекеттік орган онымен айланысқан жоқ. Айқын мемлекеттік саясат байқалмайды. Бұл жағдайды реттеп, қателікті жөндеуіміз керек деген болатын. Содан бері 8 ай уақыт өтті. Осы өткен уақытта жағдайды қалай реттеп, қателіктің қалай жөнделіп жатқан жөнінде не айтасыздар? Нұрлан, сізден бастасақ. Бұл кезеңнен бұрын жалпы бұл медиация туралы заңның қабылданып, өткен кезеңде атқарылған жұмыстарды да ескерген жөн болады. 10 жылда сот жүйесінде болып жатқан өзгерістер, заңдарға қабылданатқан өзгерістерді атап өтсек, олар мысалға әрине заң қабылданғаннан кейін оны қолдану мәселесінде біраз сұрақтар туындады. Соған байланысты жоғары соттың бастамасымен бірнеше пилоттық жобалар енгізіліп, оны сот саласында, сот жүйесінде судьялар тікелей қолдану арқылы соның нәтижесін талдау жүргізу нәтижесінде бірнеше заңдарға, соның ішінде сот жүйесінде негізгі заңның бірі азаматтық процестік кодексіне өзгерістер енгізілді. Соның нәтижесінде медиация туралы заңның тікелей сот ісін жүргізуде, соттан тыс дауларда қолдануға қол жеткізілді. Бұрынғы қолданыстағы заңдарда тек татуласу келісімі болса, осы атқарылған жұмыстардан кейін медиация тәртібімен, сондай-ақ партисипатив рәсім тәртібімен, бұл адвокаттардың араларында жасалған келісім, тараптардың өкілдік етіп, тараптардың мүддесін қорғайтын. Солардың арасында жасалған келісімдер осы заңмен реттеліп, қолданысқа енгізу арқылы татуластыру рәсімдерін жүргізу белгіленді. Нұрлан, өткен жылы 22 маусымда қабылданған, яғни өзгеріс мен толықтырулар енгізілген азаматтық процесс кодекске байланысты не өзгерді? Медиация саласында, әсіресе сот медиациясы қалай жүріп жатыр? Осыған тоқтала кетсеңіз. Кейінгі енген өзгерістерге тоқталатын болсақ, қазір негізінен даукестікті төмендету мәселесіне көп көңіл бөлуде. Соның ішінде тараптардың шығынын азайту, олардың сотқа жүгініп уақыттарын өткізудегі мәселелерге тоқталған. Бұл заңды сөйтіп айтсақ болады. Атап айтқанда, дауды бірінші кезеңде сотқа түскен уақытта тараптармен татуласу рәсімдерін жүргізуге мүмкіндік туындады. Ол дегеніміз сөз, бірінші кезеңде 10 күннің ішінде судья тікелей өзінің өндірісіне түскен іспен тараптарды татуласу рәсімдерін жүргізуге шақыру арқылы олардың дауды өзара келісіммен аяқтау мәселесіне бұрын 5 күн болатын, енді 10 күнге дейін ұзартылды. Ол дұрыс болды ғой? Әрине дұрыс болды. Соның нәтижесінде қазір көріп отқандай статистикалық мәліметтерге жүгінеміз. Әрине татуластыру рәсімдерімен аяқталып жатқан істердің басым көпшілігі осы татуластырушы судьялармен істің алғашқы кезеңінде өндіріс жүргізілмей тұрып аяқталуда. Бұл дегеніміз екі тараптың уақытында, шығынында азайтады. Қалалық, аудандық және мамандандырылған соттарда неше татуластырушы судья жұмыс істеуде? Қазір әрбір сотта кемінде 2 судья татуластырушы судьялар мен татуластырушы судьялар бекітілген. Солар осы істерді алғашқы кезеңінде осы рәсімдерді жүргізуде. Тағы да қандай заң қабылданды? Енді айтатын болсақ, ең 1 шілде 2021 жылдан бастап қолданысқа енетін әкімшілік
рәсімдік процестік кодексті айтуға болады. Бұл заңның талаптарында да осы татуластыру рәсімдерін қолдану мәселесі қарастырылған арнайы баптары. Қазір қолданыстағы заңда медиация рәсімін мемлекетпен жеке тұлғалардың, заң тұлғалардың арасында қолдану мәселесіне тыйым салынған. Енді мына қолданысқа енетін бұл кодексте бұл мәселеге арнайы бап бөлініп, ондай мүмкіндіктер қарастырылып. Бұл жағымды жаңалық екен, өте жақсы. Енді арғы жалғастырсақ, Айнұр Исабекова, Әділет департаменті саласында 8 айда не өзгерді? Осыған тоқтала кетсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Әділет департаментіне енді өз тарапынан осы татуластыру рәсімдерін, даукестік деңгейін азайтудың маңыздың өте жақсы түсініп келеді. Осы бағытта енді тікелей біз әсер ете алмайтынымызбен, осы дегенмен бізге жүгінген азаматтардың барлығына егер де дау мәселесі туындап жатқан кезде осы медиация тәртібінің тиімділігін барынша түсіндіріп келеміз. Мысал үшін біз биылдың өзінде екі ауқымды акцияны өткіздік. Ол жерде азаматтарды қабылдап, біреуіне мысал үшін 153 адам қабылданып, сол жерге түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Екіншісінде 73 адамды қабылдадық. Осы шараларға медиаторларды да қатыстырып, осы қаланың ішінде ғой? Қаланың ішінде, медиаторларды да қатыстырып, жұртқа осы татуластыру, сотқа немесе басқа да мемлекеттік органдардың ықпалынсыз мәселелерді өзара шешудің қаншалықты артықшылықтар мол екенін түсіндіріп келе жатырмыз. Енді тікелей бізге осы медиацияға мәселесі осы құзырет жүктелмегенімен біз түсіндіру саясаты аясында, құқықтық түсіндіру бағыты барысында осы жұмыстарға көп көңіл бөліп келе жатырмыз. Бұған тағы да алдағы уақытта тоқталамыз. Осы медиатор ретінде Халық медиатор газетінің директоры қызметін атқарып жүрсіз, Нұрбала Оразқұлова. Сіз 8 айда не таңдардыңыз? Осы бағытта қандай жұмыстар атқарылды? Соған тоқтала кетсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Енді медиация туралы заң қабылданғанда биыл 10 жыл толып қалды. 10 жылдың көлемінде де айтатын болсақ, үлкен жұмыстар жасалып келе жатыр. Ал енді 8 айдың көлемінде біріншіден біздің орталығымызда біз кәсіби медиаторлар дайындаймыз. Кәсіби дәрежесін біз оқытып, 50 сағаттың ішінде сертификат беріледі. Және де соттан тыс медиацияны біз халыққа түсіндірме жұмыстарын, ақпараттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Және де 2020 жылдан бері Халық медиаторы газеті жарыққа шығып жатыр. Сол газет арқылы да біз ақпараттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Және де айта кететініміз, соттан тыс медиацияны жүргізуде үлкен, мысалы, мемлекеттік тараптардан да мысалы үлкен көмек керек деп ойлаймын. Өйткені жеке тұлғалар, медиаторлар, кәсіби медиаторлар өз тарапынан немесе қоғамдық бірлестіктердің өз күштерімен жүргізіп жатқан жұмыс жеткіліксіз деп ойлаймын. Өйткені кейбір медиация жүргізілген кезде мемлекеттік органдардың өздері қызметкерлері де әлі де түсінбейді. Мысалы, жақында ғана бір медиация бойынша біз аудандарға бардық. Сол кезде Түркістан облысы бойынша сол кезде тарап біз медиация жүргізіп жатқан кезде жаңағыдай полиция қызметкерлерін шақырып бізге жаңағыдай түсіндірме жұмысын сол қызметкерлермен жүргізуге тура келіп тұрды. Бұл дегеніміз әлі халық та түсінбейді, кейбір жерлерде кейбір мемлекеттік органдардың қызметкерлерінің өздері де түсінбей жатыр. Сондықтан да сол рәсімді тоқтатып біз ары қарай жаңағыдай ақпараттандыру жұмысын жүргізуге тура келді. Нұрбала Оразқұлова, өткенде өзіңіздің бастамаңызбен мынау Шымкент қаласындағы жоғары оқу орындарының студенттерінің арасында конкурс өтті. Мінекей, оны неге айтып өтпейсіз? Өйткені осы 8 айда атқарылған жұмыстың ішінде ғой. Дұрыс айтасыз, Қабыл Тұрарұлы, өзіңіздің қатысуыңызбен 2019 жылдан бері біздің орталық мектептен бастадық. Бірінші қалпына келтіру методикасы деп айтамыз. Ол бірінші Америкадан келді бізге, одан кейін Ресей кәсіби медиаторлар жүргізді. Сол методиканы қазақ тіліне аударып, біз бірінші 2019 жылы номер 80-ші мектеп лицейінде оқушылардың арасында жүргіздік. Бірінші педагог, социолог мамандарымен жұмыс жасадық. Одан кейін оқушылармен. Осы методиканы біз кітапша ретінде жасап, көрсетіп жүрміз. Осы методиканың
қаншалықты мына оқушыларға пайдасы бар екенін, мысалы оқушылардың өздерінің кері байланысында естіп жүрміз, өзіңіз де қатыстыңыз сол жерде. Мынау енді айта кететінім, мына бір 2,5 сағаттың ішінде біз оқушыларға түсіндіріп, кері байланыс алып, олардың жаңағыдай практикалық дәрежесін сол жерде біз көрдік. Сол конкурста мен жастардың осы медиацияға қызығушылығын және оның аз кем білетіндігін байқадым. Ендеше арғырай Нұрбол Абдезімұлы өзіңіз жалғастырсаңыз. Біз ақпараттық коммуникациялық орталығында ақпан айында және сәуір айында Шымкент қалалық сотының ақпараттық қамтамасыз ету бөлімінің басшылығының өтінішімен брифинг ұйымдастырған болатынбыз. Алғашысында Шымкент қаласының қылмыстық және азаматтық істер жөніндегі сот алқаларының төрағалары Ербол Жанғазин мен Мұхтар Пармен қатысып сөз сөйлеген болатын. Өткен айдағы баспасөз мәслихатында Шымкент қаласының мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Абдығаппар Өсербайұлы Бекназаров қатысқан болатын. Сол екі баспасөз мәжілісінде де медиация туралы жан-жақты айтылды. Журналистер сұрағына жауап берілді. Десе де халыққа кеңінен насихаттауды жан-жақты тоқтатпауымыз керек, насихаттала беру керек деп ойлаймын. Алдағы уақытта да бұл жөнде брифингтер ұйымдастыруға әзір екенімізді айтқым келеді. Бәрекелді. Жалпы ақпараттық коммуникациялық орталықтың мүмкіндігі мол. Сондықтан да насихаттау жұмысы қазір кем жұмысы батыр. Осыған қолдау көрсетсеңіздер, тек қуанамыз. Оған медиаторлар шақыру керек. Енді барлық саладан шақырып, ішкі істер органдары, енді сот болса да осы жұмысты жалғастырамын деп айтып отырсыз. Оған біз қуанамыз. Енді мынау Шымкент қаласының еңбекші аудандық соты медиация насихаттау бойынша, яғни түсіндіру бойынша өздерінің түсірген бейнеролигі бар, соны көріп тамашалайық. Алтай мен Атырауды теңестірген олан ғайыр жерді ежелден мекен еткен ата-бабамыз ел татулығын бұздырмай, қазіргі ұрпағына қазақ елін аманат етті. Дәстүрі мен дініне бергелді, қалыптасқан қоғам болған соң, өкінішке орай түрлі даулар, келеңсіздіктер мен келіспеушіліктер орын алып тұрады. Қоғамда орын алған даудамайларға әділ шешім беру ежелден сол заманның даралары болған билерге жүктелген. Ел арасында татуласу келісімі жылдар сүзгісінен өтіп, мәнділігін жоймай, тәуелсіз Қазақстанның 2016 жылғы жаңадан қабылданған азаматтық процестік кодексте өз орнын айқындай отырып енгізілді. Медиация рәсімі кезінде дауға қатысатын тараптар медиатордың тәжірибесі мен біліміне сүйене отырып, дербес өзара қолайлы шешімге келеді. Даулы мәселенің шешілуі тараптардың еркіне байланысты. Медиация икемді әрі бейресмилігімен ерекшеленетіндіктен онда кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екендігі анықталмайды. Медиатор пайда болған түсініспеушіліктердің сындарлы шешім табуға тырысады. Татуластыру рәсімі заңды күшіне енгізілген уақыттан бері көптеген дауларды сотқа жеткізбей, кәсіби медиатордың көмегімен шешу шаралары мықтап қолға алынды. Сол себепті бұл жүйенің тиімділігін халық арасында кеңінен насихаттау жағын күшейту жұмыстары жүргізілуде. Татуластыру тәжірибесінің нәтижесіне сүйенсек, оның кеңінен қолданыс табу аясы жалпы және құқықтық дәстүр деңгейінің биік аумақтарын қамтуда. Демек, татуластыру саясатын қоғамға енгізе отырып, оның әлеуметтік және құқықтық даму деңгейін біршама арттыруға болады. Медиацияның мақсаты дауды шешуде екі тарапты да қанағаттандыратын нұсқаға қол жеткізу, сондай-ақ дауласу деңгейін төмендету болып табылады. Рахмет. Жалпы жергілікті соттарда медиацияны дамытуға, оған жағдай жасауға байланысты көптеген мүмкіндіктер жасалып жатқан біз көрдік. Енді сіздер барлықтарыңызға ортақ сұрақ. Қазақстан Республикасы медиация туралы заңның қабылданғанына 10 жыл болды. Қандай жетістіктерге жеттік? Және қандай кедергілер бар? Осы туралы айтып өтсеңіздер. Жетістік деген кезде атқарылған жұмыстар мен оның нәтижесін, соның арқасында жеткен нәтижені айтуымыз керек қой. Әлбетте. Әрине, ол статистикалық мәліметтерге жүгінбесек болмайды бұл жағдайда. Енді мына осы биылғы жылдың
3 айын қорытындылайтын болсақ, биылғы осы 3 айда 1-тоқсанда жалпы бізде мына Шымкент қалалық аудандық және оған теңестірілген соттармен 4000-нан астам іс қаралған. Оның ішінде мына татуластыру рәсімдерін қолдануға болатын және қолдануға болмайтын істер бар. Енді олардың бәрін шегеретін болсақ, жалпы бір 3000-ға жуық істерге татуластыру рәсімдерін қолдануға болатын еді. Енді осы істердің қаншасы аяқталды? Олардың 400-ден астам, яғни бір 10%-дан жоғары мөлшері осы татуластыру рәсімдерімен аяқталды. Ал соның осы біз енді әрдайым осы статистикалық мәліметтерді қарап отырамыз, оларды талдаймыз. Соның ішінде жаңа айтып өткен татуластырушы судьялармен 80% аяқталды. Бұл дегеніміз не? Бұл азамат сотқа жүгінгеннен кейін шамамен 10 күн ішінде іс жүргізу болмай, тараптар сотқа негізінен қарауға, олардың түсіндірмелерін тыңдап, сот процесін тағайындап, тараптарды шақырту мәселелері қарастырмай алғашқы кезеңде аяқталды деген сөз. Бұл қанша пайызды көрсетеді? Неше пайыз? Жалпы 3000 істедіңіз, 400-ден астам іс 10%-дан астамы жалпы осы татуластыру рәсімдерін аяқтауға мүмкіндік болатын істердің 10%-дан астамы, 15%-ға жуығы осы татуластыру рәсімдерімен аяқталған. Ал оның 80%-ға жуығы іс жүргізу басталмай, сот процесі өткізілмей татуластырушы судьялармен аяқталды. Яғни сотқа дейін десек те болады. Бәрекелді. Енді осы ретте жоғары сот төрағасы Жақып Қажымалы Асановтың татуласу сотқа дейін және сотта деген осы бір бағдарламасы жүйелі түрде іске асып жатқанына айқын көрінеді. Есіңізде болса, 2013 жылы Қазақстан Республикасының 6-шы съезі өтті. Сол съездің қарсаңында Егемен Қазақстан газеті қараша айының 1-інде мақала жариялады. Сонда сол мақалада Александр Тасболатов көрсеткен екен, біздің елімізде енді медиация бойынша қаралған істердің саны 1%-ға да жетпейді деп өкініш білдірген. Қазір мінекей 12%-ға жетіп отыр. Мен кеше ғана арнайы 4 айдың қорытындысын алдым. Ол жерде 13-14%-ға жетіп қалыпты. Яғни біз 12%-ға өстік деген сөз. Бұл өте жақсы. Енді Нұрбол Алтынқанқызы, сіз осы бағытта енді көптен бері келе жатырсыз. Сіздерде қандай жетістіктер бар? Неге қол жеткіздіңіздер? Қандай кедергілер бар? Жаңа мектептен бастадым әңгімемді. Мектепте жүргізген жұмыстарымызды айтып кеттік. Одан бері де енді жақында мына 5 университеттің біз басын қосып студенттердің жаңағыдай семинар тренинг өткіздік. Сөйтіп оның нәтижесінде жаңағыдай конкурс ұйымдастырылды осы қаладағы біздің университеттердің арасында. Сөйтіп үлкен бір нәтижелерін біз көріп тамашаладық. Мынау студенттердің медиация деген құлшынысы өте зор деп айтсам болады. Бүгінгі күні жаңағы семинарлардан кейін, конкурстардан кейін келіп студенттер мен осы медиатор мамандығын таңдаймын деп осындай ұсыныстарын білдіріп жатады бізге. Енді айтатын болсақ, осы мамандық ретінде мысалы біздің жаңағыдай классификатор труда деген бар, соған енгізілмеген өкінішке орайда. Өкінішке қарай медиатор деген мамандық жоқ екен. Ол қашан енгізіледі? Ол жөнінде ұсыныс бердіңіздер ме? Ұсыныс беріліп жатыр енді. Осыдан 3-4 жыл бұрын Қазақстан Халық Ассамблеясының төрағасының орынбасары Дархан Мыңбай Шымкент қаласына келген. Сонда Қазақстан кинотеатры дейміз ғой. Сол ассамблея ғимаратында үлкен жиын өтіп, сол жерде медиаторлар мәселе көтерген. Енді олар өздерінің блокноттарына түртіп алған, енді бұны заңға енгіземіз деп. Ал енді осы заңгер ретінде біз Айнұр Исабековадан сұрайық. Жалпы осы 10 жылда не өзгерді? Алға кеттік па, жетістік бар ма? Сізде бір айта кетсеңіз. Рахмет. Осы бағдарламаңызға келер алдында әрине мен кішкене дайындалып, жалпы медиаторлардың жұмысы жалпылама қандай болғаны деген ақпараттарды кішкене жинап отырдым. Ол жерде енді белгілі бір халықаралық медиаторлар орталығы деген осы ұйымның сайтынан көргенде мынандай бір ақпаратты байқадым. Бізде 2014-2019 жылдар аралығында жалпы 60 мыңнан астам медиация рәсімдер өткен екен Қазақстан бойы. Ол бір ғана орталықтың мәліметі. Едәуір көрсеткіш. Яғни осы мәліметке қарағанда бұл тәртіп, бұл рәсім бізде
жоқ емес, бар. Халық арасында енді жүріп жатыр. Жүріп Іске жатыр, асырып белең алып жатыр. жатыр. Жетістік бар. Жетістік бар, жоқ емес. Соған қарағанда ол қуандым шын айтқанда. Яғни біздің ол қоғамымыздың, адамдарымыздың сана сезімі осыған сәйкес келе жатыр. Медиацияға келу үшін адамдар білесіз, белгілі нәрсе ғой, бір-біріне кешірімді болу керек. Диалогты конструктивті тәртіпте жүргізу керек. Өзара пайдалы шешімге келу керек. Ол енді дамыған азаматтық жағынан жоғары деңгейі бар адамдардың көрінісі. Сондықтан осы қуанышты нәрсе деп ойлаймын. Жақсы. Нұрбол Әбдәжімұлы, не қосасыз? Шынында 10 жылдық межеде оның даму деңгейін халық медиацияны қаншалықты біледі дегенмен есептейтін болсақ, онда қатты дамымағанда байқауға болады. Бұны республикалық көрсеткішпен алғанда әрине. Алайда оңтүстік өзге өңірлерге қарағанда көш ілгері болу керек деп ойлаймын. Себебі біздің жақта әсіресе ауылды аймақтарда ақсақалдар институты бұрындарда жұмыс істеді. Әр ауылдың өз ауыл биі, төбе биі болды. Солар төрелік етті. Медиация соның жалғасы іспетті. Билер атсалысып жатыр ғой. Дұрыс. Енді негізгі мәселенің бірі медиация насихаттау мәселесіне тоқталсақ. Бұл енді өзекті, қажетті, осы бағытта не істеліп жатыр? Нұрлан Зұлқарұлы. Енді ол күнделікті жұмыс жоспарынан түспеген мәселе ғой. Өздеріңіз мына қандай да бір осы қаланың жергілікті газет беттерін алатын болсаңыз, әрбір санында медиация туралы насихат жүргізіліп, мақала жарияланып жатады. Мына бүгінгі бағдарламаның олды бір куәсі, өзіңіз бастап отқан бағдарлама насихаттау мәселесінде атқарылып жатыр. Одан бөлек тұрғындармен кездесулер қаншама, әрбір соттың, әрбір қалық соттың өзінің бекіткен жоспары бар. Соның аясында халықтармен кездесулер күнделікті өтіп жатыр. Осы бойынша менде жинақталған мәлімет бар. Өткен жылы, енді бізде судья санаулы ғой. Өзіңіз айтпақшы, 6 сот бар. 12 судья осы татуластыру мәселесімен байланысады. Сол 12 судья өткен жылы жазған мақаласы, берген сұхбаты, шығарған постын бәрін есептесем тура 100 болыпты. Одан кейін өзіңіз айтқан дөңгелек үстел мәжілісі, семинар, халықпен кездесу, өзге де түрлі шаралар, олар 52-ден асыпты. Өте бұл аз қандай ғана сот үшін бұл ауқымды жұмыс деп айтуға болады. Ал енді осы газеттің егесі Нұрбол Алтынқызы, сіз не айтасыз? Сіз қалай насихаттап жатырсыз? Енді медиация рәсімі біздің халқымызға жат емес деп айтсақ болады. Өйткені осы бітімгершілік біздің ұлттық рухани тамырымыздан нәр алған деп айтсақ болады да. Жаңа айтып кеттіңіз өздеріңіз, ақсақалдарымыз насихаттау бойынша бұрыннан келе жатқан біздің дәстүріміз болған ғой, жаңағыдай би шешендер болған, сол жақтан тамыр алып келе жатыр. Енді қазіргі медиация, қазір жаңғыру деп айтамыз, сол кездегі ұлттық біздің бір қасиетіміз деп айтсақ болады. Жаңғыру жолында үлкен атсалысатын бізге үлкен біздің қарияларымыз және де қоғамдық кеңестерді көбейту жөнінде біз ұсыныс айттық. Халық медиаторы газеті қанша нөмір шықты, ол жерде неше мақала жарық көрді. Осыған тоқтала кетсеңіз. Енді газетке тоқтайтын болатын болсақ, онда әр мысалы 8 беттен тұрады. Біздің газетіміз қанша нөмір шықты? Былтыр 24 номер шықты. Енді биыл жарты жылға сайттағы да аштыңыз. Одан бөлек сайтымыз да бар. Қазір енді көбісі жастарымыз сайт арқылы интернет желісінде отырады, сондықтан да жастарға да арнап сайт ашып қойғанбыз. Сол сайт арқылы да бүкіл ақпаратты біліп отыруға болады. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, қанша мақала шығады деп. Бір номерде санап отырсақ 20-25 мақаламыз шығады екен. Соның 4-5 соттардікі ғой енді. Енді айтып жатыр ғой, бізде мысалы медиация рәсімі өзі жоғары соттан басталды. Сол жерде пилоттық жобаларды бірінші халыққа түсіндіру рәсімдері жүргізіліп, сол жақтан бірінші ақпараттандыру сол жоғары соттан басталды. Жаңа айтып жатсыздар, өздеріңіз көрсеткіштеріңіз өте жоғары. Былтыр ғана 10%-ға жетпейтін. Ал енді басқа мемлекеттермен салыстыратын болсақ, жаңағыдай озық, жаңағыдай өркениетті мемлекеттерде 90%-ға дейін жеткен екен. Өте үлкен көрсеткіш. Үлкен көрсеткіш. Ол дамыған мемлекеттерде баж салығының жоғары екенін
айту керек. Иә, дұрыс Сондықтан айтасыз. көп азаматтар, даулашы тараптар ол жерге жүгінуден бұрын ойланады. осы Сол қалалық қаржыны төлеу керек па, жоқ па деп. Сондықтан бұл да өте көп дұрыс әсер айттыңыз. етеді. Нұрлан Зұлқарұлы, осы кезінде осы қалада істеген бір төраға қазір енді басқа облысқа ауысып кетті. Сол кісі ақш-қа барып қайтқан. Сонда өзі айтты маған. ақш-та дейді, осы сотқа барғанша дейді, оң жақ сол жақта дәлізде дейді, бірнеше медиатор отырады дейді. Соларға кірмей сотқа бармайды екен. Сот оны қабылдамайды екен. Мінекей сонда әйтеуір сол 40 шақты медиатордың біреу мәселесін шешсе керек. Енді арғы сұрақты арғы жалғастырайық. Медиацияны дамыту үшін не істеуіміз керек? Мысалы, медиация туралы заңды жетілдіру қажет па? Айнұр, Ақжігітқызы. Иә, менің ойымша енді әрине қазір жетістіктердің бәрін атап өттік, бірақ омен ғана тоқтап қоймай, ары қарай осы салада кемшіліктер де жоқ емес бар, өкінішке орай. Оны күнделікті тәжірибеде адамдармен кездесу барысында, адамдармен жұмыс істеу барысында байқаймыз. Кейбір медиаторлардың енді осы кәсіпті олар өздерінің енді мақсат ретінде табыс пайда табу, табыс көзі ретінде көретіні өкінішті осы байқалады осындай нәрсе. Сондықтан бұл жерде нақты бір регуляторды, нақты бір үйлестіретін арнайы бір құрылым қажет сияқты. Мемлекеттік орган. Нұрлан Зұлқарұлы, сіз не дейсіз? Енді бұл бұрыннан айтылып жүрген мәселе, жүйелі түрде медиацияны дамыту үшін, және өзіңіз айтпақшы, оны бір жүйені құру керек. Бір белгілі бір орган, болмаса мына адвокаттар алқасы, нотариаттар палатасы сияқты бір палата құру арқылы осы барлық медиаторларды шоғырландырып, олардың жұмысын үйлестіріп, бір орталықтан басқару керек. Жұмыстар атқару керек. Ал медиатор ретінде Нұрбол Алтынқызы, сіз бұған не дейсіз? Енді нақтылы айтатын болсам, мынау отбасы даулары бойынша бізде үлкен жетістіктеріміз бар да. Мысалы, өзімнің орталығымдан айтатын болсам, мынау биыл жаңағы қыркүйек айының 20-шы жылы әкімдіктің бастамасымен шаңырақ орталықтары ашылды. Мынау отбасы институтының ары қарай жаңағыдай неғылу бойынша да, қолдау бойынша. Сол орталықтарға түскен арыздар бойынша бізді бірнеше рет шақырды сол орталықтарға, бірақ өкінішке орай сол жерде кабинеттер ашылмай тұр қазір да. Сол жерде мынау жағдайы төмен отбасыларға көмек береді, құқықтық көмек береді, тегін қызмет көрсетеді. Сол жерде суицид бойынша да біраз мәселелерді біз реттеп отырмыз. Бізде ішкі саясаттың өкілі бар, естеріңізде болсын. Қалалық әкімдікке бірнеше рет арыз осындай жаңағыдай жіберілген деп айтылып жатыр да, өздері жаңағыдай шаңырақ орталығының атынан, қалалық соттың артынан сол мекемеде медиация кабинеті ашылу бойынша да. Заңға қандай өзгеріс енгізу қажет деп есептейсіз? Қандай ұсыныстар бердіңіз? Ұсыныстар бойынша біз Қазақстан медиаторлар орталықтарының атынан 30-ға жуық ұсыныстар берілген. Ол қаралып жатыр ма? Мәжілісте қаралып, оның 6 пункті ғана бүгінгі күні жаңағыдай қолданып Заңға енгізілген ба? Әлі заңға енгізілмей тұр. Қаралу үстінде. Бірақ енді өкінішке орай сондай басты мәселелердің ішінде информациялық кездесу деп айтамыз. Өзіңіз айтқандай, басқа мемлекеттерде, өркениетті мемлекеттерде сотқа жеткенше бірінші медиатордың көмегіне жүгіну керек да. Бізге де сол керек. Соған барып, олар жүгініп, өздерінің жағдайын айту керек. Ал енді бізде сол жағдай қазір заңмен әлі түсінікті. Енді уақытта біраз болып қапты. Жалпы ажырасу Шымкентте азайған жөнінде, одан кейін медиацияның жұмыстары жөнінде ең алғаш рет осы президенттің жолдауынан кейін жергілікті соттарда медиация күн тәртібіне түскен емес деген мақала жарияланды. Оны өзіңіз білесіз. Ол бірнеше газеттерде шықты. Кейін оны біз негеде шығардық сайтқа. Пост ретінде жаздық. Оның барлық өз нәтижесін беріп жатыр. Ендеше мынау хабарымызды соңында айтатын ұсыныстарыңыз болса, бір сөзден, қысқа нұсқа. Нұрбол ұсыныс бар ма? Жалпы ақпараттық насихатты қазір көпшілігі әлеуметтік желіде отырады. Сол бойынша да жүргізу керек деп ойлаймын. Инфобаннерлер дайындап, роликтер дайындап, Facebook, Instagram желісі арқылы. Өте дұрыс айтасыз. Сайттарға салыну керек. Осыған қолдау көрсетсеңіздер, бейнероликтер. Біз тарапымыздан қолдау болады, жаңағыдай бірлесіп жұмыс істейтін болсақ. Бәрекелді. Айнұр Исабекова, сіз ұсыныс.
Медиация жалпы тек қана сот аясында емес, Сотқа дейін кез келген қарым-қатынас Барлық арасында, мекемеде, кез келген азаматтар арасында немесе басқа да салалар бойынша қолданылатын рәсім екен. Нұрбол Алтынқанқызы. Осы бағдарламаға мен шақырылып отырғаныма үлкен рахмет айтамын. Сот және қоғам бағдарламасы ашылып, осындай медиация тақырыбын талқылап, мемлекеттік қызметкерлердің қатысуымен де бүгін талқылап отырмыз. Бұл да бір жетістік, осындай кездесулеріміз жиі болса деймін. Нұрлан Биболов, сіз не? Мен айтатын болсам, мына қолданыстағы заңнамаға байланысты кез келген азаматтың өзінің құқығын қорғап, сотта дау көтеруге мүмкіндігі бар. Бірақ содан алдын бірінші осы дау бойынша татуласу мүмкіндіктерін қарастырып, татуласуға болады ма деген сұрақты қойған жөн. Жақсы, рахмет. Осы орайда менің есіме Шәңкі бидің келіспей сөйлессек, ердің құны екі ауыз сөзбен бітеді. Келіспей керсе берсек, елден береке, ерден қадір кетеді деген сөзі ойым оралып тұр. Өте орынды сөз. Олай болса, дауласпайық, даулассақ та жауласпайық. Керіспейік, керсек те өзара келсейік. Қату болмайық, керісінше тату болайық. Алдыңа келсе атаңнан құнын кеш деген, кешірімшіл болайық ағайын. Сонда елден береке, ерден қадір кетпейді. Келесі бірде жүздескенше қош сау болыңыздар.